Сәбіздің пайдасы. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы бір өсімдік ол сәбіз. А дәрумені, калий тұзы мен каротинге бай өсімдік ағзадағы тұзды судың айналасын реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай балалар және болашақ бала емізетін аналар, асқазан, бүйрек, жүрек, қант диабеті ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күніне бір стақан сәбіз шырынын пайдаланса, әбден жеткілікті болады. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмау керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Құрметті оқырмандар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қоссаңыздар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сәбіздің және сәбіз шырынының адам ағзасына тигізер көптеген пайдасы жайлы айтатын боламыз. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі екен. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбіздің қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасы өзіне оңай сіңіре алады. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен В дәруменіне бай болып келеді. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді әрі өте пайдалы болып келеді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің тигізер пайдасы үлкен. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үккіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі де қалмайды. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс болып саналады. Оның құрамында В, С, Е және К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротині бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптеген бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларда көмектеседі? Сәбіз асқазан ішек жолдарының патологиясына пайдасы зор. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына тас байлану ауруынан зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Зат алмасуда қиындықтар болса, сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудың метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендіретін биологиялық белсенді компоненттер бар. Сәбіз шырыны мен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие.
ол иммундық жүйені белсендіріп, сүт шығуды күшейтеді. Сәбіз көз ауруларына да пайдалы болып келеді. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шикілеу жеу ұсынылады. Сәбіз зәр шығару жүйесінің бұзылуына да пайдасы бар екен. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуде тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ерітіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді екен. Сәбіз жүрек тамыр ауруларына пайдасы. Сәбіздің тамырлы жемісіндегі заттар жүректің бұлшық еті мен қан тамырларының қабырғасын нығайтады. Ал жақында ғана миокард инфарктісін өткерген науқастар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырынын ішу ұсынылып жатыр. Салқын тигеннен болатын ауруларда сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендіреді және айқын бактерияға қарсы әсерге ие. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуде табысты қолданылады. Сәбіз жүйке бұзылуларына да пайдасы бар екен. Сәбіз көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауруы секілді жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс болып саналады. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стақан сәбіз бен балдыр көк шырынының қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ үккіштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Сәбіз жыл бойы сақталады, себебі олар ұзақ сақтау мерзімі бар. Сондықтан пайдалы қасиеттері жыл бойына қолданылады. Гипертониялық сәбіз қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сондай-ақ сәбізді пайдалану атеросклероздан, варикоз тамырларынан, инсульттерден және басқа жүрек қан тамырлар ауруларынан пайда болады. Өйткені бұл өсімдік құрамындағы бета-каротин көптеген пайдалы қасиеттерге ие және бүкіл денеге жағымды әсер етеді. Сәбіз ұмытылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай-ақ С, В, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор және магний бар. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланса, адам ағзасына өте пайдалы екен. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Достар, видео пайдалы болған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, достарыңыз бен жақындарыңызға видеоны жіберулеріңізге болады. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, ешқашан ауырмаңыздар, сау болыңыз.